Намаз оқуыма қарсы емес, бірақ сақалыма қарсы. Сақалды қысқартуға бола ма, әлде алып тастаймыз ба? Ата-анаңызға жаймендеп түсіндіріңіз ол мәселені. Бірден не қылмаңыз. Қазір енді рас ондай қарсылықтар қайдан кеп шықты, бауырлар? Бұл қазіргі кездегі исламофобияның дамып бара жатқаннан. Қазір экстремизм, терроризмге қарсы күрес деген рекламалар көп жүріп жатыр. Теледидардан да басқа жерден де. Осының алып баратын себептерінің бірі, мысалы, жел тұрса оның салқыны бар ғой бәрібір. Қазақта сөз бар. Не дейді, қар жауды деп қуанба, артынан келер аязы бар. Пір келді деп қуанба, оның беретін ниязы бар деп айтады. Бұл енді қазақтың мақалы ғой. Сол сияқты бір іске қатты қуанба, оның артынан бір ызғары бар деген сияқты мәселені тұтынасыз. Яғни біреу осы жерде қазір мысалы исламды қанша мақтағанмен оның артында мүмкін бір қандай жамандығы бар шығар. Ал бірақ дегенменен мына қазіргі кездегі терроризм, экстремизммен күресеміз дей отыра, не істеді? Исламды жамандап алды. Біздің дінімізден, дәстүрлі дінімізден көп халық қашып жатыр. Мешітке оқуға кіріп жатқан қыздарын, ұлдарынан қашып жатыр. Бұл әлбетте терроризммен күрестің алып келе жатқан бір зияндығы, ызғары. Енді мүлде күресуге болмайды деп айтуға болмайды ғой. Орнымен күресу керек. Елбасымыз оны да сызып кетті. Терроризм, деструктивті ағымдармен күресеміз дей отыра, дәстүрлі дінімізбен күресіп кетпеңіздер деп, оны да сызып кетті ол кісі. Сондықтан сақал мәселесіне сізге келетін болсақ, ата-анаңызға сабырлы қылып, жаймендеп сыртынан қайырлы дұға қылып үйретесіз. Бірден үйреніп кетпесе, әсті келіп қалар деген ойым бар.